сабағымызда біз өткен сабаққа кішкене тоқтала кетейік. Өткен сабақта біз қазақтың ұлттық киімдері, яғни соның ішінде хамзолды тігу болатын. Яғни қазақтың ұлттық киімі хамзол. Яғни осы хамзолды біз бүгінгі сабағымызда соңғы кезеңге жеткізіп, яғни оны әдемілеп, әшекейлеп, сәндеу болатын сабағымызда. Ендеше сабағымызды бастамас бұрын бірінші кішкене көңіл күйімізді сабаққа дайындап алайық, балалар. Қазір мен сендерге айтамын, сабаққа деген көңіл күйің жақсы болса, сендер яғни қолдарыңды былай көрсетесіңдер. Сабаққа деген қатысу көңілдерің жақсы болса. Кәнекей айтайын. Сабаққа деген көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Енді сабаққа дайындықтарың қалай? Жақсы ма деген кезде сендер қол шапалақтаңдар, иә? Сабаққа деген көңіл күйлерің балалар қалай? Жақсы ма? Өте тамаша. Ендеше сабақты бастамас бұрын шарттық шеңберін құрып, бір-бірімізбен амандасып, тілегімізді айтып алайық, балалар. Келе ойнайық. Яғни бүгінгі сабаққа деген көңіл күйлерім. Мен сендерге бүгін амандық тілеймін, шаттық тілеймін. Яғни бүгінгі сабағымыз өте көңілді, жақсы өтсін деймін. Сен еркеге қандай тілек айта аласың? Айта қойшы. Сабағың өте жақсы болсын деп па, мен сені саған қуаныш тілеймін деп айтуға болады, иә? Қуаныш тілеймін. Өте жақсы. Ерке, сен Адинаға қандай тілек тілер едің? Айта қойшы. Сабағымыздың алдында қандай тілек? Қуаныш тілейсің бе, сәттілік тілейсің бе? Айта қойшы, айта қой. Адина саған ерке сәттілік тілейді. Өте жақсы. Қол шапалақтаймыз. Ендеше орындарға отыра қойыңдар. Өте жақсы. Көңіл күйлерің жақсы ма, балалар? Жақсы ғой, иә? Не істейміз? Қол шапалақтаймыз. Өте жақсы. Яғни балалар бүгін көңіл күйіміз өте жақсарды, бір-бірімізбен амандасты. Ендеше сабағымызда қалай жалғастырамыз. Балалар, біз жаңа сабағымызды жалғастырмас бұрын қауіпсіздік ережесін есімізге түсіріп алайық, балалар, жұмыс жасамас бұрын. Сендерге қазір мен бірнеше сұрақ қоямын. Сендер дұрыс жауабын айту үшін мынаны былай көрсетесіңдер, жақсы ма? Көтеріп. Бірінші біз жұмыс істеу кезінде қайшыны қолданамыз, иә? Осы қайшыны қолданып, екінші адамға берген кезде біз қалай береміз? Мынаны ашып былай береміз бе? Әлде былай береміз бе? Қайсысы дұрыс? Осы дұрыс па? Дұрыс болса қол көтер. Өте дұрыс жауап айтыңдар. Яғни қауіпсіздік ережесін сақтау, яғни біз осылай жауап береміз, иә? А былай берсек бұл дұрыс емес. Дұрыс емес па? Өте дұрыс емес, біз қолымызды бетеміз. Жақсы. Екінші тағы да қауіпсіздік ережесін айта кетейік. Жұмыс жасаған кезде біз инемен жұмыс жасаймыз, иә? Инені ауызға салуға бола ма, болмай ма? Болмайды. Өте дұрыс. Сосын инені көршімізге берген кезде біз инені былай береміз бе, әлде былай беруге бола ма? Қайсысы дұрыс? Былай дұрыс па? Өте дұрыс. Ерке, Адина дұрыс жауап беріңдер. Жақсы. Қауіпсіздік ережемізді еске түсірдік. Тағы да қандай қауіпсіздік ережесі бар? Естеріңе түсіріңдерші, балалар. Біз жұмыс жасаған кезде қалай отырамыз орындықта? Кеудемізді еңкейіп, қисайып отырамыз ба, әлде дұрыс отырамыз? Өте дұрыс отырсыңдар. Ерке де, Адина да дұрыс отыр. Өте жақсы. Яғни қауіпсіздік ережесін жұмыс істеген кезде жақсы сақтайды екенсіздер. Рахмет, балалар. Енді біз жұмсақ желіммен жұмыс жасаған, яғни желім деген кезде біз мынаны ұстауға бола ма, болмай ма? Соған жауап беріңдер. Ұстауға болмаса, қолмен көрсетесіздер, болса, мынау таяқшаны көтересіздер. Ал ыстық болып тұр мынау. Жұмыс жасап жатырмыз, иә? Мынаны былай ұстауға бола ма? Болмайды. Ұстасақ не болады? Қолымыз күйеді. Өте дұрыс, яғни қолымыз күйеді. Өте жақсы, жауаптарың өте жақсы. Рахмет. Ендеше ары қарай жалғастырамыз сабағымызды. Бірінші жұмысты жасамас бұрын
өткен сабаққа тоқталамыз. Яғни біз балалар қазақтың ұлттық киімдері, соның ішінде біз қамзолды тігуді бастадық. Енді мына жерде бірнеше сұрақтарға жауап бере кетейік. Екеуіңе былай қарай келіңіз. Жұмысты жасамас бұрын бірінші біз есімізге түсіріп алайық, қазақтың ұлттық киімдерін осылай еске түсіріп алайық. Яғни мынау жерде суреттер тұр. Мынау сурет не деп аталады? Қамзол. Яғни бұл қазақтың ұлттық қамзолы, өте дұрыс. Ерке. Мынау не деп аталады? Өте жақсы айтып жатсың. Ерке, өте жақсы. Енді Айдина, мынау не? Яғни қазақта тонды қай кезде киген бұны аталарымыз? Жазды күні киген бе, қысты күні киген бе? Тонды қай кезде? Дұрыс айтасың, жазда күн өтпес үшін киген, ыстықтан қорғану үшін. Өте дұрыс. Ерке, мынау жерде не суреті белгіленіп тұр? Бас киімде. Яғни бұл қазақты қандай бас киімі? Ұлттық бас киімі. Өте жақсы жауап беріп жатсың. Тамаша. Енді мынау жерде не бейнеленіп тұр екен? Әженің бас киімі. Өте жақсы, әжелердің бас киімі деді, тамаша, керемет. Қыздар, сендердің өткен сабаққа деген толықтыруларың өте жақсы болды. Яғни сендер қазақтың ұлттық киім үлгілерін қателеспей, шатаспай жақсы айтып шықтыңдар. Өте рахмет сендерге. Енді ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Орныңа тұра алыңдар. Яғни өткен сабақта біз мынау қамзолды қазақтың ұлттық киімін, яғни сызба үлгісіне қарап біз жасадық осы уақытқа дейін, балалар. Яғни бірінші біз не істедік өткен сабақта? Мата түрін таңдадық. Ең бірінші біз матаның түрін таңдадық. Түсін таңдадық. Содан кейін барып біз қамзолымызды, яғни тігіп алдық. Міне, матаның түрін таңдап, біз қамзолымызды тігіп алдық. Осы кезеңге дейін жеткізіп қойдық. Бүгін енді біз оны ары қарай әдеттейміз. Тағы да мен еске түсіріп жіберейін сендердің. Біз мына қамзолымызды тікпес бұрын ең бірінші не істедік? Яғни мата түрін таңдадық. Біз технологиялық нұсқау картасын жасап алдық. Бірінші мата түрін таңдадық. Екінші өлшем алдық. Яғни сендерден мен өлшем алдым. Міне сызба, лекала сызба дейміз ғой, сызба үлгісі. Осы арқылы біз өлшем алдық. Қамзолдың өлшемдерін осы сызба үлгісі арқылы алдық. Яғни ортаның сызығынан, жаңағы кеуде тұсынан сызбасын алып, қамзолымызды пішіп тіктік. Яғни біз сендерден бір-бірінен өлшемдерін алдық. Өлшемдерін алып тіктік. Оның бәрі естерінде ғой, өте жақсы. Енді нұсқау картасында қамзол сызбасының үлгісі міне бәрін білесіңдер. Алдыңғы, кеудесі, артқы сызба бойынша біз тіктік. Матаны пішкен кезде қайшымен алдын, артын деген бәрін кесіп алдық, оны да еске түсесіңдер. Одан кейін біз не істедік? Біз қамзолымызды, яғни осы нұсқау картада көрсетілгендей, қамзолдың ішкі сызықтарын бәрін тігіп, оны көктеп, мыналарды желім арқылы тесмаларды жақсырып шықтық. Балалар, естерінде ғой, өте жақсы. Енді бүгін біз не істейміз? Бүгінгі сабағымызда, яғни осы қамзолымызды әшекейлейміз ары қарай. Оны сәндеп, жылтық тастармен көмкелеміз. Яғни балалар, біз өткен сабақта мына қамзолымызды толығымен тігіп, мынаны жұмсақ жермен жапсырып, дайындадық қой. Енді сендер бүгін алдарыңдағы қамзолдарыңды, яғни жылтық тастармен әшекейлейсіңдер. Соны қазір жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымызда толығымен қамзолымызды аяқтап шығуымыз керек. Міне көрдіңдер ме? Дәл осындайғы тастарын жасап, желімдеп шығамыз. Ендеше алдымыздағы құрал саймандарымыздың бәрін өзімізге ыңғайлап дұрыстап алайық. Өздеріңіздің қолдарыңа ыңғайлығы алып қойып, тоққа қосамыз, қосылып тұр, мынаны басасың. Баса қойсын, свет жанында жақсы. Кішкене қойып қоясың, қысыне өшеге қойып. Сен алдын қойып.
Хорошо, мына шетінен бастаймыз, иә? Мына шетінен бастаймыз. Тастарымызды шетке қой. Енді бір тас алды. Мына жерге қойalım. Көрді? Осылай. Бірінші алдыңғы өңірінен бастайық, мына жерден бастайық. Осы алдыңғы өңірінен мына жерден бастайық. Осылай қойды. Тасты қойылғанда бірінші осылай. Өте жақсы. Енді құрылығын ұстай қой. Оң қолмен, Енді ақырын ғана бүйтіп басып тұрасың. Қалай қолдануды білесің, иә? Қолыңа мына жерде ұстамайсың. Ерке, білесің бе? Осылай басып тұр. Мені қызды Мадина? Өте дұрыс ұстап olsun. Осылай басып тұр. Басу керек. Жабысты, жақсы. Келесің мына жерге, келесің осы жерге. Ақырындап жапсыра бересің. Өте жақсы. Жақсы жабысты. Ерке мына оң жағына қоя ғой, сонда саған жеңіл болады. Ақырын енді мына жерге қоясың. Дұрыс. Өте жақсы. Өте жақсы, дұрыс қойдың. Жабысып жатыр, иә? Өте жақсы. Жақсы. Шаршаған жоқсыңдар ма, балалар? Жоқ. Жұмыс ұнап жатыр ма? Иә. Керемет, мына жердің бәрін уже жапсырып шықтыңдар, иә, Адина? Өте жарайсың. Жақсы, ұқты, әрі тез жасап жатсың. Ерке, сен шаршаған жоқсың ба? Сен де керемет, жақсы, жапсырып жатсың, өте жақсы. Керемет істеп жатсың. Азғантай алды, иә? Өте тамаша істеп жатсыңдар. Жарайсыңдар, қыздар. Шаршаған кезде айтыңдар, қолым талды, шаршадым деп. Қолдарың талып қалса, сергіп, шаршағанымызды басамыз ба? Бір жолай бітіп тастаймыз ба? Шаршамасыңдар, бітіп тастаймыз. Ерке, шаршаған жоқсың ба? Өте жақсы болды, бітті. Енді мына жер азғантай қалды. Жасаймын. Адина болып қалды, Адинады. Жақсы, келесін жаса. Келесін жасайды. Жасайды. Сен болып қалың ба? Болды, Адина болды. Жасай берерге Адина болсаң, қазір қамзолыңды киесің. Болдық, бізде болдық. Не істейміз енді? Өшіріп қой. Өшіріп қой. Жақсы, өшіріп, орнына қойып қой. Болды, Адина. Жақсы. Енді ерке қамзолыңды киесің. Келе ғой. Қалай керемет жасап шықтың. Келе ғой. Келе ғой.
Бай. Қайттым. Жақсы. Керемет. Қандай кішкене кәне көркетуім. Жақсы. Енді балалар сергіп алайық, иә? Жақсы. Екеуін тұра берді, орнында тұра берді, сергіп алалар. Жақсы. Кәнеки балалар жұмыстарын жақсылап жасадыңдар. Енді сергіп алайық, кішкене қолдарын қалған шығар, арқаларын ауырған шығар. Сергіп кішкене күшімізді жинап алайық. Қазақтың ұлттық серпілісінің қазақтың ұлттық, яғни бұл тақырыбымызға байланысты серпілісінің жүргізілмелері осылай. Сендерді жақсы қуанышты көңілден көтергім келеді. Яғни серпілісінде қошқар мүйізі бейнеленген мұнда. Яғни біз қошқар мүйізінің элементі өрнек тәрізді билейміз. Өте жақсы. Қошқар мүйіз сияқты билеп жатсыңдар. Тамаша. Келесі құс тұмсық. Өте жақсы. Керемет. Көңіл-күйлерін жақсартатын балалар. Қазақтың элементті, өрнегі яғни міне толқын биі, бітпес деген өрнек. Өрнектің аты бітпес деп аталады. Міне осылай өрнек сияқты билейміз, көңіл көтереміз. Енді түйе табан. Қараңыз, қандай керемет өрнек түйе табан. Келесі ойымыз тағы да құс тұмсық. Керемет. Енді балалар қандай ой өрнек? Қараңыз, қас табан деген өрнек. Қараңыз, өрнекке қарай қолыңызды ұқсатамыз, е? Келесі өрнегіміз қандай балалар? Түйе табан. Жақсы, рахмет. Енді сергіп болса, балалар жаңа кері байланыстар өздерің айтып кеткендей, яғни бірінші қобдишаны үйретуді таңдадыңдар үйге. Яғни бұл сендердің сабаққа деген қызығушылықтарының жаңағы мақсаттарының орындалғанын деп мен түсінемін. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыздың ұлттық киімдер, соның ішіндегі қамзолды біз басында мақсатын айтып кеттік. Жалпы бұл сабағымыздың мақсаты қазақ халқының ұлттық киімінің бірі қамзол туралы білім беру болса, қамзолдың құрылымын танып, тігу тәсілдерін меңгеру болса, сонымен бірге мақсатымыз ұқыптылыққа өз бетінше жұмыс істеуге баулу болса, яғни осы сендердің жұмыстарыңның нәтижесі арқылы мен мақсатқа жеттік деп ойлаймын. Өйткені сендердің әр істерінен, қызығушылықтарынан, кәсіпті жақсарудан, көңіл күйлерінен осы сабаққа деген көңілдерінен мен бүгінгі сабағымыздың мақсатына жеттік деп өзім тұжырымдап отырмын балалар. Сендерге үлкен рахмет. Осылай сендердің осылай әр сабаққа деген қызығушылықтарын ешқашан арта берсін ары қарай. Ешқашан осылай жарқырап жүре беріңдер. Күнделік сабағымыз осылай өте берсін. Мен қуаныштымын. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңдар. Бүгінгі сабақ өз мәресіне жетті. Қамзолдарыңды киіп үйлерге қуанышпен барыңдар. Жақсы, сау болыңдар. Сау болыңыз. Рахмет.